Сәлем, достар! Бүгін сіздермен банановый панкейк жасаймыз. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Ішіне мен шоколад қостым. Шоколадты өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Менде осылай желінбей қалған банан болды. Мен сол бананнан жасадым. Бананнан 2 дана банан қостым. Осылай ашып алып, вилканың көмегімен еземіз. Және 2 жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаларымыз бөлме температурасында болу керек. Жұмыртқа мен бананды жақсылап араластырамыз. Және 2 ас қасық сүт құямыз. Ванилин саламыз. Менде ванилин болмады. Ванильный сахар салдым. Ванильный сахарымызды жақсылап араластырып аламыз. 8 граммдай қопсқыш саламыз. Електен өткізілген 100-120 граммдай ұн саламыз. Ұнымызды жақсылап араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша шоколад қоссаңыздар болады. Ыдысымызды сұйық маймен жағып шығамыз. Дәл видеодағыдай осылай салып шығамыз. Үстіне шамалы етіп қамырын саламыз. Дәл солай етіп, тағы да солай жасап шығамыз. Панкейгіміз дайын болды. Қалауларыңыз бойынша жеміспен жесеңіздер болады. Ас болсын. Егер рецептім сіздерге ұнаса, маған жазылып, лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Рахмет!